Бір күні Әли орманда жүріп, ойнап жүріп байқамай, жолдан адасып қалады. Мен адасып қалдым. Жолды қалай тапсам екен? Әли әрі қарай жүре берді. Әлидің алдынан бір қу түлкі шыға келеді. Түлкі, маған жолды көрсетесің бе? Жолды табу үшін алдымен байқампаз болу керек. Жарайды, жолды қайтсем де табамын. Сәлден кейін Әлидің алдынан үлкен аю шығады. Аю, маған жолды көрсетесің бе? Асықпай, айналаңа қара. Сабыр сақта. Жарайды, асықпаймын. Кеш түсе бастағанда Әли бір ағашта отырған үкіні көреді. Үкі, маған жолды көрсетесің бе? Жолды табу үшін ақылды қолдан. Ойлану керек. Әли әрі қарай жүре берді. Орман ішінде асықпай, жан-жағына қарап. Сол кезде Әлидің алдынан баяу ғана тасбақа шыға келеді. Маған көмектесші. Мен адасып кеттім. Сен бәрін өзің білесің ме? Тек есіңе түсір. Есіме түсті. Мен осы жақтан келгенмін. Сонда Әли дұрыс жолды есіне түсірді. Сол күні Әли аман-есен үйіне жетіпті. Міне, балақай, менің қызықты оқиғам осындай. Сен де қорықпа. Сау бол.